Мынау әлемге танымал Бурдж-Халифа ғимараты, ал мынау Астанадағы ЛРТ ғимараты. Екеуінің де құны 1,5 миллиард доллар. Бурдж-Халифаға жарасады, ал коррупцияның ескерткішіне айналған Астанадағы ЛРТ-ға жараса ма? Оның үстіне 8 жылдай уақыт өтті, әлі де мыжғылап келеміз. Халық арасында осы ақпараттың тарап жүргеніне біраз болды. Бүгін біз нүктесін қойдық. Сондай-ақ Астана ЛРТ-ны Куала-Лумпурдегі Петронас ғимаратымен де салыстырып жүргендер бар. Қазір мен осы 3 құрылыс нысанының қаржысын басталған және аяқталған жылмен салыстырып көрейін. Бурдж-Халифа құрылыс нысанының құны 1,5 миллиард доллар. 2004 жылы ғимарат салу бойынша келісімге келген, 2009 жылы қазанда құрылыс аяқталып, 2010 жылы қаңтарда ашылды. Петронас ғимарат құны 1,6 миллиард доллар. 92 жылы құрылыс басталған, 96 жылы аяқталып, ресми ашылды. Астана ЛРТ құрылыс нысанының құны 1,6 миллиард доллар. 2016 жылы құрылыс басталды, әлі күнге дейін жалғасып келеді. Тіпті бітпеген Астана ЛРТ-ның құны Бурдж-Халифадан қымбат екен. Сондай құрылыстың әлі бітпегенін ескерсек, одан көп қаржы жұмсалу мүмкін ғой. Тіпті Тоқаевтың өзі бұл жобаның әу баста қате екенін, әрі жемқорлықтың нысанына айналған мойындады. Проект изначально был ошибочным, это надо признать. Причем проект с сильным запахом коррупции. Ал 2020 жылы Астананың сол кездегі әкімі Қанат Сұлтанбеков пен ЛРТ жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің басшысы Талғат Арданға қатысты жемқорлық фактісі бойынша сот ісі басталған. 2024 жылы Талғат Ардан 9 жылға бас бостандығынан айырылып, 85 миллиард теңгеге қайтару бойынша шешім қабылданды. Сонда қалған сома қайда? Ал Астана қаласының экс-әкімі болса ақш-қа қашып кетіп, сол жақта өмір сүріп жатыр. Қазақстан үкіметі халықаралық іздеу жариялады, алайда әлі күнге дейін ұсталатын түрі жоқ. Құрылысты жалғастыруды қолына алған City Transportation Systems компаниясының қызметкері Асылбек Дүйсебаевтың айтуынша, ЛРТ 2025 жылдың соңына қарай аяқталады. Барлығы 18 станция салынады екен. Ал сіздің ойыңызша құрылыс келесі жылы біте ме? Пікіріңізді комментке жаза кетіңіз, видеомен бөлісіп каналға тіркеліңіз. Шындыққа сіздің де таласыңыз бар.